Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін осы видеода біз осындай жұмсақ әрі созылғыш мата жібімізбен жапырақты өрнекті тоқуды сіздерге бөлісетін боламын. Мінекей осы әдемі жапырақты өрнекпен біз осындай жұмсақ жібімізді екіге бөліп аламыз. Үш үштен екіге бөліп аламыз. Сол арқылы біз осылай екі жіпті бір-біріне байлау арқылы жапырақты өрнекті жасаймыз. Мінекей осындай жұмсақ созылғыш жіппен де осындай әдемі өрнектер жасауға болатын сіздерге көрсетпекші болып отырмын. Мінекей ең алғашқы бірінші жапырағымызды біз өстіп тоқып алдық. Енді екінші біз мінекей осы жасыл жібімізді екі реттен айналдырып отырамыз. Тура біздің алдыңғы видеоларда жібек жіппен тоққан сияқты тура сондай өрнек. Енді бұл жібіміздің қасиеті бір жұмсақ, аяққа өте қолайлы және өте созылғыш қасиеті бар. Сондықтан біз жібімізді осылай тартып отырамыз. Әрбір тоққан сайын тартып, мықтап отырамыз. Енді қатты тартып жіберсеңіздер, бірге болмай қалады. Жасыл жапырағымызды әлі тоқып болған жоқпыз. Енді осылай мінекей. Бір тоққан сайын біз жасыл жібімізді осы үлкен ортасындағы ақ жібімізге астынан айналдырып отырамыз. Мінекей. Өрнегіміз осы бір түрлі өрнек болғандықтан мен бастап түсірмедім. Аяқ киімге жібімізді салу әдісі, өткізу әдісі біздің жібек жібімізбен бірдей. Сол арқылы алдыңғы видеолардан қарап өткізіп, солай өткізе берсеңіздер болады. Мінекей енді біз ақ жібіміздің кезегі, сондықтан жасыл жібімізді осылай үстіне қарай қойып, бір-бірден ақ жібімізді оң жақтан бастаймыз. Үстінен ақ жібімізді қойып, қолымызды астынан сол ақ жібімізді алатын боламыз. Мінекей қаттырақ қысып, тартып қою керек. Енді сол жағындағы ақ жібімізді үстінен қойып, астынан айналдырып аламыз. Өйткені бұл жібіміз өте созылғыш, сондықтан осындай тәсілменен жасау керек. Мінекей. Кішкене тоқу әдісі біздің жібек жібімізге ұқсамайды, сондықтан мұқият болыңыздар қараған кезде. Енді қалған осылай үшке бөліп алуымыз керек жібімізді. Оң жағына үшеу, сол жағына үшеу. Сондықтан енді оң жағында жібімізді үстіне қойып астынан аламыз. Енді сол жағында жібімізді үстіне қойып астынан алатын боламыз. Мінекей екі жіп, екі жақта екі қатар жіп. Үшінші қатар жібіміз кетті. Енді сол жақтағы ең соңғы жібіміз. Енді гүлімізді, жапырағымызды тоқуды бастаймыз. Мінекей ең бастапқы жібімізге осылай айналдыру тәсілі арқылы жібек жібімізге ұқсас, осындай айналдыру тәсілі арқылы екі реттен кезек байлап отырамыз. Оң жағында солай байлаған сайын біз осылай жібімізді бір айналдырып
қойып отырамыз. Енді сол жағындағы жібімізді енді бұл жібімізді астынан алып, астынан айналдырып, үстінен аламыз. Келесі өрнек ұқсас. Осылай. Екі рет айналдырып алып отырасыздар жіптеріңізді. Енді астынан айналдырып, үстінен алып қоясыздар. Осы аяқ киімнің бас жағындағы жапырағымызды біз 4 жапырақ қылып жасаймыз. Бір тәпішкені тоқып дайындап қойған болатынмын. Соның есімен бірдей болу керек. Енді қазіргі тоқып атқан жібіміздің размері 37 размер. Сондықтан жібіміздің ұзындығы да әрбір жібіміздің ұзындығы, осы бастапқы аяқ киім бас жағына жібіміздің ұзындығы 1,5 метр. Ал екінші аяқ киімнің ортасындағы жібіміз 2 метрден аласыздар. Өйткені ол жерде 5 жапырақ тоқылу керек. Екінші қатардағы жапырақтарымыз 5 тал болу керек. Қазір бір осы бас жағына біз 4 тал жапырақ тоқсақ жетеді. Әрине ол аяқ киімдеріңіздің көлеміне, өздеріңіздің арық немесе толық келуіне байланысты қарайсыздар. Егер де толық келіп жатса, осындай айналдырып, осындай жапырақтың несінен 1-2 рет айналдырып тоқып жесеңіздер болады. Бір жапырақ қосудың қажеті жоқ. Осындай жапырақтың осы айналдыратын 1-2 айналдырып тоқып жесеңіздер болды. Осындай жіппен де тоқуға болады деп сіздерге бөлісіп отырмын. Неге осылай жалғастырып тоқи беретін боласыздар. Енді ары қарай мен аттап кеттім. Уақыт байланысымен осылай мінеки жасыл жібімізді тоқып отырмыз. Енді ең соңғы бір ақ гүліміз қалды. Соны тоқсақ болды. Бастапқы осы аяқ киімнің басындағы өрнегіміз тоқылып бітеді. Неке енді жасыл жібімізді тоқып болдық. Енді сол жібімізді, ақ жібімізді айналдырып осылай үстінен астына қарай 3-3-тен бөліп алатын боламыз. Осылай ішіндегі қысылып қалған жіптерімізді сыртына қарай созып шығарамыз. Өрнек қарапайым, тез үйреніп аласыздар. Неке осындай өрнегімізді осылай жалғастырып, бірінің астына әрбір осындай айналдырып
байлаған сайын осылай айналдырып екі жағына қарай жібімізді байлап отырасыздар. Мінекей 4 өрнегімізді, жапырақ өрнегімізді тоқып болдық. Енді соны бірдей етіп аяқ киіміміздің табанына жалғайтын боламыз. Ең бірінші аяқ киімге кигізіп аламыз. Егерде осы аяқ киімімізге дәл келіп жатса, осы жерден жіпті қосасыздар. Жапырағының осы жерінен қосып отырасыздар. Мінекей осы жерден біз аяғымызға кішкене тар болып тұр, сондықтан осы қатарды біз 2-3 қатар қосып жіберсеңіздер болады. Аяқтарыңыз егерде толықтау болса, осы жерден жапырағымыз ұзын болып кетсе ештеңе етпейді. Мінекей ол аяқ киімнің әдемілігіне немесе сапасына әсер етпейді. Осы жерден қосасыздар. Егер жетпей жатқан жағдайда осы жерден 1-2 қатар қосып жіберсеңіздер болды. Осы жерден астына қарай өстіп жіптеріңізді қосып жіберсеңіздер болды. Мінекей. Енді тура келеді деген ойдамын. Осылай өлшеп алайық. Қисық болып қалмау үшін, мінекей. Әрбір жіптерімізді осылай өткізіп отырамыз. Мынау бізде соңғы жібіміздің аралығы. Мінекей, 2 аралықты өткізіп алдық. Осы 2 аралыққа біз жіптерімізді сыйдырып өткізуіміз керек. Екі жағына біз өткізіп алдық. Жанта жібімізді өлшеп, енді осы аралықтардағы ашық жерлерге жібімізді осылай өткізіп тастасаңыздар болады. Енді бір талдан жібімізді өстіп жақсылап өткізіп аламыз. Өйткені созылып тұрады жібіміз. Сондықтан осылай өткізіп алуымыз керек. Екеуі де әдемі. Жапырағымыздың осыншалық аралықта болу керек. Мына жерде аяқ киімімізді кішкене тоққан кезде былай қиғаштап тоқсақ өте әдемі көрінеді. Енді әрбір жібімізді өстіп бір-бірден айналдырып, бұл әдісті сіздерге үйреткен болатынмын. Сіздерге таныс. Мінекей. Алданғы видеоларда қарасаңыздар, осындай әдіспен мен жібек жібімен тоққан болатын. Енді сол айналдырған жібімізді табанның жібінен айналдырып астынан алып аламыз.
Енді қалған жіптерімізді осылай кесіп тастаймыз. Артық жібімізді. Қалған жібімізді осылай күйдіріп, аяқ киімнің өз-өзіне шаптап тастаймыз. Өрнегіміз өте қарапайым, тез үйреніп аласыздар. Осында ешқандай артық жіп қалдырмай, аяқ киімнің жиегіне өстіп басып тастайсыздар. Еш қорықпаңыздар, тарқатылып кетпейді. Бұл осындай синтетика жіп. Шатасып қалады. Бірақ өте жұмсақ. Аяққа өте жұмсақ тұрады. Енді осы жерден біз 5 алдындағы гүлімізден 5 жасаймыз. Осы гүлімізді мен тоқып көрсеттім. Ары қарай тоқып көрсетпеймін. Енді қалғандарын өздеріңіз алдыңғы бөлімді көріп тоқып алсын. Мына жерден қарасаңыздар, қазір кішкене бір 2 қатар жетпей тұр. Сондықтан 2 қатар қосып жүрсеңіздер болады. Егер жетеді десеңіздер, қоспайсыздар. Қоспай осы аяқ киімнің табанына қарай өткізіп, жалғап жасаңыздар болады. Енді бізді қазір мына жерден кішкене жетпей тұр, сондықтан 1-2 қатар қосып жүруіміз керек. Аяғымыз қысылып қалмау үшін. Мына жеріндегі жапырақтары кең, әдемі болып тұр. Кішкене қиғаштау етіп, аяқ киім табанына қарай жалғайтын боламыз. Алдына қарай екеуі кішкене өз-өзіне қарай тартып тұру керек. Аяқ киім сонда кішкене әдемі көрінеді. Көзге де әдемі көрінеді осы жерден. Тура осы жерден енді өлшеп алдық. Бірінші жібімізді өткізіп аламыз. Арт жағын өлшейміз. Тура осы жерден арт жағындағы жібімізді өткізіп алатын боламыз. Арасындағы жіптерді арасындағы аралықтардан өткізіп тастасақ болады. Өте әдемі, қарасаңыздар, сүйкімді, аяқтарыңызда әдемі көрінеді. Қалған жіптерімізді міне өткізіп болдық. Енді бір-бірлеп тартып осы жерден мықтап аламыз. Жіпіміз созылғыш болғандықтан қатылап тарту керек. Енді бастапқы жібімізге осылай барлық жібімізді айналдырып байлап шығамыз.
Енді сол байлаған жібімізді аяқ киімнің астынан өткізіп аламыз. Тарқатылып кетпеу үшін осылай жасайсыздар. Мінекей аяқ киіміміз дайын. Енді қалған жұмысы кесіп шаптау ғана қалды. Мінекей. Енді қалғанын кесіп шаптап тастаймыз. Аяқ киіміміз дайын. Осындай аяқ киімді үйден тоқып көрсеңіздер болады. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментария қалдырып, каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Неге осындай әдіспен өтіп шаптап аласыздар барлық жерлерін. Аяқ киіміміз дайын. Енді қалғанын біз айналдырып тоқып шығамыз. Бір жасыл жібімізді алып, аяқ киімнің өлшемін аламыз осылай. Осы жылағасаңыздар жетеді. Енді бастапқы жерін осылай күйдіріп аласыздар. Қалған аяқ киімнің табанның жібіне айналдырып тоқып шығасыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.